Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен математика сабағын бастаймыз. 60-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өткенді қорытындылау. Олай болса, балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Оқулығымыздың 72-ші бетін ашамыз. Есептеулерді орындамай-ақ бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықта. Жауаптарды, яғни бөліндінің мәніндегі цифрлар саны, соны біз өсу ретінде орналастырсақ, ежелгі Исфиджаб қаласы 11-ші ғасырдан бастап қалай аталғанын білетін боламыз. Яғни балалар, біз мына есептерді орындаймыз, жауабын өсу ретінде орналастырамыз. Сонда Исфиджаб қаласы 11-ші ғасырдан бастап Сайрам деп аталған екен оқушылар. Балалар, олай болса, 4-ші тапсырмаға қараймыз. Жұптық жұмыс. Сызба бойынша өнер құрастыр және амалдардың орындалу ретін белгіле. Есептейді. Біз бұл жерде көбейтуді орындаймыз. 2432 мен 203-дің көбейтіндісі 493.696-ға тең. Оған 40 мыңды қоссақ, бізде шығады оқушылар 533.696. Олай болса, келесі сызбаға қараймыз. 60.950 мен 50-дің бөліндісі 1219-ға тең. 1219 бен 14 мыңның қосындысы 15.219-ға тең. Келесі үшінші сызбада 7809 бен 3-дің бөліндісі 2603-ке тең. 2603 бен 2-ның көбейтіндісі 5206-ға тең. Енді ең соңында тұрған жасылдағы сызбаларға қарайық балалар. Демек, біз мәндерін қосамыз. Бірінші балалар 533.696 мен 15219-ды қосып аламыз. Шыққан саннан 5206-ны азайтамыз. Сонда бізде шығады балалар 543.709. Олай болса, балалар, 5-ші тапсырмаға қараймыз. Топтық жұмыс. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Бірінші балалар, біз 384 пен 736-ны көбейтіп аламыз. Екеуін көбейткен кезде көбейтіндінің мәні 282.624 шығады. Одан соң балалар, бізде екіншісі жақшаны орындап аламыз көбейтуден соң. 2745 мен 2721-дің айырмасы 24-ке тең. Балалар, біз көбейту мен жақшаны орындаған соң енді бөлуді орындаймыз. Жаңа бізде 282.624 шықса, соны 24-ке бөлеміз. Жауабы 11776 шығады. Одан соң келесі жақшаға қараймыз. 5560 пен 1060-ның айырмасы 4500-ге тең. 4500 бен 2-ның бөлінісі 2250-ге тең. Сонда оқушылар, 11776 мен 2250-дің айырмасы 9526-ға тең болады. Келесі екіншісін қараймыз. Екінші есепте балалар, біз әуелі жақшаны орындап аламыз. 1125 пен 875-дің қосындысы 2000-ға тең. 2000 мен 18-дің көбейтіндісі 36.000-ға тең. 36.000-ға 4328-ді қоссақ, 40.328 шығады. Одан соң балалар, жақшаны орындайық енді. 976543 пен 123459-ның айырмасын тауып аламыз. Айырмасы бұл жерде 853084 шығады. Сол 853084 пен 100-дің көбейтіндісі балалар 85.308.400-ге тең. Яғни біз бұл жерде 100-ге көбейткен кезде 2-0 тіркей қоямыз. Сонда балалар, қарайық. 40.328 бен 85.308.400-дің қосындысы тең болады 85.368.728-ге тең. Келесі 6-шы тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Кестедегі деректерді қолданып, есептің сұрағына жауап бер. Автокөлік 100 км жолға 11 литр жанармай жұмсайды. Егер оның багына 55 литр жанармай құйылған болса, Нұрсұлтан қаласынан шыққан автокөлік қай елді мекенге барып және кері қайталады? Бак толы жанармаймен неше километр жол жүруге болады? Бізге қараңыз балалар, әуелі бізге 100 км берген, е? 100 км жолға автокөлік 11 литр жанармай жұмсайды дейді. Ал бізге былай дейді, егер оның багына 55 литр жанармай құйылған болса дейді, сонда біз бұл жерде балалар бөліп аламыз. 55 пен 11-дің бөлінісін тауып аламыз. Ол 5-ке тең.
5-ті 100 километрге көбейтсек, бұл жерде балалар 500 километр шығады. 500 километрді 2-ге бөлсек, неге 2-ге бөлдіңіз? Өйткені бару және оны кері қайту бар. Сондықтан 2-ге бөлсек 250 километр. Енді балалар астында кестеге қараңыздар. Көкшетауға баруға 310 километр кетеді. Тек баруға. Ал келетін болса, обратно 620 километр болады. Қарағандыға солай. 262 километр тек бару. Келетін болсақ, 514 мың километр кетеді. Екібастұзға баруы 338 километр. Ал енді келуін ойласақ, балалар бізде примерно 600-700 километрдей кетеді. Сонда балалар бұл жерде дұрыс жауабы бак толы жанармаймен 500 километр жол жүрге болады. Демек, бұл жерде Щучинскке барып келеді. Щучинскке барып келу баруы 239 километр болса, келуді есептегенде 478 километр болады. Келесі ең соңғы 8-ші тапсырма, бұл жерде бізге үй тапсырмасы. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Біріншісіне балалар біз бөлуді орындаймыз. Қараңыздар, 2025 пен 15-тің бөлінісі 135-ке тең. Одан соң жақшаны орындап аламыз. 524 пен 195-тің қосындысы 719-ға тең. Содан соң бөлуді орындаймыз. Содан соң тағы да бізге жақша берілген. 308 мың 308 бен айырамыз 207 мың 207-ні. Сонда бұл жерде 101 мың шығады. 101 мың 101. 101 мың 101-ді 2-ге көбейтсек 202 мың 202. Бізде балалар бірінші өздеріңіз білетіндей бөлуде 135 шықты. Жақшаның ішінде 719 шықты. Екеуін көбейтіп аламыз. Шыққан санды 9-ға бөлеміз. Сонда бізде шығады 10 мың 785. Енді балалар есептің мәнін табу үшін 10 мың 785-ке қосамыз 202 мың 202-ні. Сонда жауабы шығады 212 мың 987. Келесі дәл солай бірінші бөлуді істеп аламыз. Бөлуді істеген кезде балалар бізде 102 шығады. 1734 пен 17-нің бөлінісі 102-ге тең болады. Содан соң жақшаны істейміз. 819 бен 401-дің қосындысы 1220-ға тең. Екеуін көбейтіп жақшаға аламыз. Шыққан санды 12-ге бөлеміз. 12-ге бөлсек бізде 10.370 шығады. Одан соң келесі 250 мен 41-ді және 40-ды көбейтеміз. Ол кезде шығады 410 мың. Барлығының қосындысы 420 мың 370-ге тең. Сонымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.